Сәлем достар, бүгін мен сіздерге модальді етістік can модальді етістігі туралы айтатын боламын. Яғни біз алдыңғы сабақтарды қараған болсаңыздар, can модальді етістігі, яғни бір нәрсені істей алу деген, және де бұл бір нәрсені істей алу деген модальді етістіктің өткен шағы ол қалай өзгереді екен? Could деп өзгерді, Енді бұның біз келер шағын, мен алдыңғы видеоларда сіздерге can модальді етістігінің осы шағын түсіндірген болатын, одан кейінгі видеода мен сіздерге өткен шағын түсіндірген болатын. Бүгін мен өзім уәде бергенімдей, оның келер шағын түсіндіретін боламын. Бірақ оның келер шағы жоқ негізінде, бұлай модальді етістікке, бірақ ол арқылы келер шағын жасау үшін біз мынау to be able to деген сөз тіркесі арқылы келер шағын жасауға болады. Яғни модальді етістіктің can бір нәрсені істей алу етістігінің келер шағын жасау үшін осы to be able to, яғни be able to сөз тіркесін пайдаланатын боламыз. Қазір мен сіздерге сол жайлы сұраулы сөйлем, болымды, болымсыз сөйлем жасап көрейін. Яғни бір нәрсені істей алатын боламын деп айтасыздар. Ол үшін мысалға will I, одан кейін бізде will I, will you, келер шақта біз білеміз, will мен басталатын болады. Will we, will they, will he, will she. Яғни бірінші орынға will қоямыз, екінші орынға кез келген есімдікті қоясыздар. I, you, we, they, he, she. Одан кейін барып не қоямыз? Келер шақта be able қойылады. Бір нәрсені істей алу деген мақсатта. Одан кейін келетін етістік төмен келеді міндетті түрде. Мысалы, бір етістікті жүктеп көрейікші. Play алайық, ойнау дегенді сұраулы сөйлемде, яғни қазір жүктеп көреміз play'ді. Бірінші орында will I be able to play? Сұраулы сөйлем. Мағынасы мен ойнай алатын боламын ба? Яғни дәл қазір емес, боламын ба? Яғни ойнай аламын ба деп сұрапты. Will you be able to play? Сен ойнай алатын боласың ба? Will we be able to play? Біз ойнай алатын боламыз ба? Will they be able to play? Біз олар ойнай алатын болады ма? Will he be able to play? Ол ойнай алатын бола ма? Немесе қыз бала болса, will she be able to play? Яғни, ол ойнай алатын бола ма? Дәл қазір мен ойнай алсам, I can play ғой, мен ойнай аламын. Ал егер мен ойнай алатын болам ба десем, келер шақта, егер мен ойнай аламын десем, онда осы be able to-ды қойым керек болады. Ары қарай жалғастырайық. Енді бұл сұраулы сөйлем әдеттегідей. Енді болымды сөйлем жасап көрейік. Болымды сөйлем жасау үшін бірінші орынға есімдіктерді қоямыз. Яғни зат есімі I болсын, ол мүмкін you болуы мүмкін. Біз деген we, олар деген they, ол деген he, немесе she. Осыдан кейін барып не қоямыз? Екінші орынға will'ды қоямыз. Мына сұрақ қойғандағы will'ды. Содан кейін be able қойылады. Be able. Одан кейінгі келетін етістік төмен келеді. Яғни to play. Далайық, Яғни бұл бізде болымды сөйлем. Яғни I will be able to play. Мен ойнай алатын боламын, Егер мен дәл қазір бір футболда жаттығып жүрген болатын болсам, мен бір жылдан кейін күшті ойнап кете алатын боламын, Яғни оны мен ойнай алатын боламын деп келер шақтағы өзімнің қабілетімді істей аламын деп айтып тұрмын. Яғни you will be able to play. Сен ойнай алатын боласың. We will be able to play. They will be able to play. He will be able to play. Немесе she will be able to play. Яғни бұл can модальді етістігінің, қайталап айтамын, бір нәрсені істей алу деген етістіктің келер шағы. Келер шағы осы be able to play, be able ғой негізінде. Be able мен жасалады. Енді біз әдеттегідей сұраулы болымды жасап болған соң, біз не дейміз? Болымсызды да бірден жасап кетуіміз керек. Себебі
әрқашан сіздерге айтатыным, бірден сұрау оны болымды болымсыз жасап үйренсеңіздер өте жақсырақ болады. Так, енді болымсыз жасау үшін бірінші әдеттегі заттесімдерді қойып шығып алайын. I, you, we, they, he, she. Одан кейін барып мен will'ды қойып болған соң, мына жерде will'ға not жалғай саламын. Бұл болымсыздықты білдіреді. Not деген жоқ дегенді білдіреді ғой, содан кейін барып be able'ды қоямын. Сосын to мен етістікті жасап жіберемін. Мысалға play'ді ала берейік ары қарай. Play'ді ала берейік. Так, жарайды. Енді болымсыз сөйлемде қалай болады? I will not be able to play. Яғни мен ойнай алмайтын боламын. You will not be able to play. Сен ойнай алмайтын боласың. We will not be able to play. Біз ойнай алмайтын боламыз. They will not be able to play. Олар ойнай алмайтын болады. He will not be able to play. Ол ойнай алмайтын болады. She will not be able to play. Ол ойнай алмайтын болады. Яғни бұл біздегі бұл схеманы дәптерлеріңізге міндетті түрде көшіріп жазып алыңыздар. Яғни, егер сіз алдыңғы видеоларды көрмеген болсаңыз, міндетті түрде алдыңғы екі сабақты көріңіз. Алдыңғы екі сабақта мен бірінші сабақта can модальді етістігі туралы айтып, ол can осы жақта бір нәрсені істей алу деп айтқан болсам, одан кейін ол модальді етістігінің өткен жағы could істей алдым болса, ал мынау істей алатын боламын деген үшінші бір can модальді етістігінің келер шағы. Мынау келер шағы be able мен жасалады. Тағы бір нәрсе айтып кетейік, мына тақтада өшіре берейік, сіздер жазып алыңыздар. Мысалға, мен жаңа айтып отырмын, to be деген to be етістігін қоясыздар. Бұл жерде мысалға қазіргі шақ болса, қазір айтамын to be able to. Яғни бұл жерде ең бастапқы нәрсе able ғой, able. Так, бір нәрсені істей алу деген. Бұл to be able to формуласын, яғни тек қана сіздер келер шағы емес, осы шақта да қолдануға болады. Ол үшін I-дан кейін жерде to be деп тұр ғой, to be етістігін қоясыздар. To be етістігін білмесеңіздер, мен алдыңғы сабақтарда енді to be етістігі жайлы сіздерге сабақты жасайтын боламын, соны көрерсіздер. To be етістігі осы жақта M болады. I-дан кейін, яғни to be етістігін жасап қойдық қой, to be кетті. Одан кейін able'ды қоя бересіз, able'ды қоясыз. Одан кейін етістік to мен келеді. Соға жаңағы play қайтадан алып жүрейік. Қараңыздар сонда. Мен ойнай аламын десеңіздер, I am able to play. I am able to play, мен ойнай аламын деген сөз. Яғни сіз осы шақта I can play деп айта аласыз ғой, мен ойнай аламын деп. Ал мен ойнай аламын деп, тағы да біз осы able мен жасауға болады. Ол үшін жаңағы to be етісін қоясыз. I am able, сосын барып to play деп айтасыз. I am able to play. Мен ойнай аламын деп осы айтуға болады. Өткен шақта да осы формуланы қолдануға болады. Ол үшін жаңағы to be етістігі M емес, өткен шақта to be етістігі was болады. Соны қойсаңыздар да болады. I was able to play. Яғни мен ойнай алдым. Біз I could деп алдыңдағы сабақта түсіндірдім ғой. I could play, мен ойнай алдым ғой. Ал оның орнына мына able to-ды да қоюға болады. Яғни to be етістігін ғана ауыстырасыз. Осы шақ болса M-ді қоясыз, өткен шақ болса was-ды қоясыз, одан кейін етістік to мен келеді. Жалпы осы бүгінге, егер сіздерге сабақ пайдалы болып жатса, ұнайды деген, яғни лайкты қойып, комментарий жазып, және де сіздерге сұрақ тағы да алда қандай ағылшын тілінде грамматиканы немесе қандай тақырыпта сіздерге сабақ керек болады, сол туралы жазып кетсеңіздер, мен сол туралы видеоларды түсіріп отыратын боламын. Жақсы, олай болса сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.